Kete беріңдер. Кешіріңізші. Ендігәрі қайталамаймыз. Әрине қайталамайсыңдар. Осы да жетет. Жан-тәнімізді салып, тұрысып көреміз. Сізге керемет бірдеңе ұрлап әкеп береміз. Иә, жанымызды саламыз. Шынымен ұрлап әкелсеңдер, қалдырам. Әкел алмасаңдар, өз обалдарың өздеріңе. Елдос, не болды? Ауырып қалдың ба? Жоқ, шаршап тұрмын. Неғып шаршап тұрсың? Сонша көп қаланың қажеті қанша? 14 облыс, 86 қала бар екен. Я, Қазақстан кең байтақ ел ғой. Оны мақтан етуіміз керек. Сәлем, достар. Сәлем, Антонио. О, Италиядағы Антонио ғой. Қалайсың? Бәрі ойдағыдай, өздерің не істеп жатырсыңдар? Ештеңе істеп жатқан жоқпыз. Сен шығар ештеңе істемей жатқан. Мен қалалардың аттарын жаттап отырмын. Қазақстан ұлан байтақ ел. Әлемдегі ең кішкентай мемлекет Италияда екенін білесіңдер ма? Рас па? Не деген керемет! Өз көзімізбен көрсек қой. Онда қанша қала бар? Бірде-бір қала жоқ. Италияға келсеңдерші, сендерді күтіп алайын. Сосын қыдырамыз. Маған керегі де осы. Бірде-бір қаласы жоқ дейді. Керемет қой. Қазір барамыз. Солтүстікте жатыр даусы көнені. Оңтүстікте сирек аңды көресің. Батыста мол ескен күші даланың. Қиырдағы қала жатыр мәңгі ұйқыға бөледі. Дүниеде мол ғой қызық бар ана. Қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Дүниеде мол ғой қызық бар ана. Қайда жүрсең күтер сені жаңалық. Мына жердегінің бәрі шетінен әдемі ғой. Не ұрласақ екен? Тыңда, әлемдегі ең кішкентай мемлекет Римде орналасқан. Ой, тамаша! Ендеше, осы кішкентай мемлекетті ұрлап әкетейік. Дәуекеде риза болатын шығар. Сәлем, қош келдіңдер. Міне, Италияға да келдік. Сәлем, Антонио. Жүріңдер, сендерге Римді көрсетейін. Рим әлемдегі ең көне қалалардың бірі. Оны мәңгілік қала деп атайды. Әне тұрған Колизей. Бір кездері қарақшылар оны ұрлап әкетпек болып еді ғой. Естеріңде ме? Сендердің арқаларыңда Колизейді алып кете алмады. Антонио, әлемдегі ең кішкентай мемлекет қай жерде? Оған қалай бару керек? Иә, ұмытып кетіппін ғой. Ол осы маңда. Тиіп тұр. Римді аралап біткенше қаз қараятын шығар. Ол мемлекет Римде. Ал ең кішкентай мемлекет қай жерде? Әлі көп жүреміз бе? Өй, ақымақ. Келдік қой. Қайсы? Әрі тұр. Әйтпесе сені де кішірейтіп жіберермін. Мен мына жерге келетін туристерге тосын сый қалдырып кетейін. Шынымен әлемдегі ең кішкентай мемлекет осы ма? Көп кішкентай екен. Жоға, бұл Ватикан емес. Бүкіл ел қайда кетіп қалған?
қанша жерден кішкентай болса да Мұнда бір шикілік бар секілді. Әне, көрдің бе? Ақ төс те менің сөзімді мақұлдап тұр. сонда ұрлап әкеткен бе? Ұрлап әкетті дейсің бе? Сонда кім ұрлап әкетуі мүмкін? Бір қарақшыларды танушы едік. Солар ұрлаған болуы керек. Шынымен солай болса, сазайларын береміз. Ақтөс! Ей, ұшақты сонша алысқа қойғаның не? Ұшақпен ана алаңға қалай кіресің? Сонда тұтас мемлекетті ұрлап әкеткеннен ұшақты қою қиын болғаны ма? Ой, ол ойыма келмепті. Жалпы сен мүлде ойланбайсың ғой. Елдос пен Аяжан қуып жетсе, сазайыңды береді. Жоқ, қажеті жоқ. Ақырын, мұнда тосқауыл көп. Болды. Сталдыңдар ма? Еш қашан да. Бұбо, мыналардың жазасын берші. Жұлдыз ұшақ, ұрысқа! Ватиканға да келдік. Тамаша. Көп рахмет. Тұтас бір елді аман алып қалдыңдар. Бұл қанша жерден кішкентай болса да өте маңызды мемлекет. Біз емес, Ақтөс құтқарып алды. Антонио, сонда бұл шағын мемлекетте кім тұрады? Мұнда католик шіркеуінің қызметкерлері ғана тұрады. Оларды Рим папасы басқарады. Шынымен әлемдегі ең кішкентай мемлекет екен. Үйге қайтқым келіп тұр. Әрмекен? Маған да Астана мен Алматы сияқты бағы, ойын-сауық кешендері, таулары, жазықтары бар үлкен қалалар ұнайды. Бізбен бірге жүрсеңші? Қуана, кеттік Қазақстанға. Бізде 86 қала бар. Жолай олардың бәрін санамалап берем. Енді сондай ұлан ғайыр мемлекетте тұратыныңды мақтан етейін дедің бе? Мен үнемі мақтан етіп жүрмін.